Бары синдип, синдип, ничек дұрысы? Бары синдип яшы ерек. Яшы ерек. Афарин, мына вақта иттік, вақта иман, вақтаны өтерге керек. Бізді қонақта Татарстан ант қазаған артисті Рифат Зарипов. Әлі көптен түгілгені исімге лайық болуың білән шын көңілден құтлайбыз. Көзге көз көрішіп құтлашып үлгерген білмешеде қалғанмын. Міне, сен білмешеде қалғансың қатты. Мен ел бойы құтлаулар қабыл етем. 2 ел бойы ғана, ғыбыр бойы қабыл етем. Міне, мен татар акциясы күрлі бетінде сенде енді битлікні қойып, ол сөз, харифке башланған сөздерін айттың. Ләкин мен татар дегеннен ғыммен өзіңнің Оренбург өлкесіне туып өскенің. Біздің шоңа басым ясысы келе бүгін күнде ялғышмасақ Северный районның Боқай ауылы шылай бет. Соф татар ауыл дейсің, ауыл хақында фикірлерін жеткірсең еді. Фикірлер деп, біздің соф татар ауылы бен айтқан енді татар мәктәбі, татар садигі, татар егітлері, татар ауылары, татар апалары, әнилері, әтилері барсы да, қатта біздің ітлерді хау-хау деп өрелер татарша айттырып. Біз шиттәш, біз міне біздің тауының бұяғына шықсаң, Самар өлкәсіне кіребіз, тауының екінші жағына шықсаң, Татарстан, Лениногорский, Бөгілме, Бауыл, Башқұртстан біле шиттәш. Біз міне әлік бәлкі Татарстанға да кіргендір әлі. Мына қара шиктеш дегеш бетінде картада көз алдында келді. Бұяқта Татарстан, мұнда Башқұртстан, мұнда Самар, мұнда кетеғар Орынбор далалары. Сен бұяққа Қазанға таба көшкенсің енді. Мына шул шиктеш Бақай ауылында яшаушылар көбірек қайсы өңелішіні сайлы? Башқұртстанмы, Самармы, Оренбургның өзәгіне таба ел тұталармы? Татарстанға келелер. Біздің түрлі яққа сибілейінде кіріңіне бары бір яшырым атырын түгіл, ауылда бетінде ішлер біләбіз неше екенін, енді колхозлар неше керек. Демек, сіздің ауылда кем ұяғында? Біздің ауылда кем ұяғына шулай рағай. Біздің нешектер Оренбургның жилі есіп, барысында жылы жилер білән жылы мәркәзімізге, Қазанымызға, Татарстан яғына көбірек кеттік біз. Жибәрі. Но бар Самар яғына кетушілер де бар. Самардан тұрып, Қазанға көшкен кішілерімізді бік көп. Қазанға болмаса Әлмәт, Яршаллы шәһәрләре, әйтек Бөгілме шәһәрләріне бік көп біздің ауылдашлар, біздің яқташлар бік көп. Оренбургның өзінен де бік көп кіші Қазанға келе. Сіз өзіңізді үш туған да Қазанға кеттіңіз демек? Ең бірінші мен оқырға кірдім, аннан соң енді ішлей башлап, аннары Ортанша абай келді, аннары бірге ішлей башладық, Ұлы абай келді, мінеқа біргелешіп барыбызда Қазанда енді. Біздің қойда дегенде? Қазіргі вақытта ауылда хәлләрін енді татарша сөйләшәләрме? Шул татар әти-әниләре, татар балалары, татар дәваниләре қалдымы? Татар ынықларын тәрбиелейлер бәғлар қазір? Шул әниләре қалды, Аллаға шүкір. Әниләре, әбиләре бар, бабалар бар. Міне біздің вақытта, мен өзімін айтам, мен русша әлі қазірде сөйлешу шул екілі-үшлігінәдір енді. Біз русшаны сөйлешу да білмедірек. Қазір ауылға қайтам да, біздің ауылда да сөйлешу білуші болмағандыр енді бәлкі. Но балалар... Балалар қазір сізді ұрышшаға үйретедір? Балалар біздің ұрышшаға үйретеді. Мен ұшаққа тұрам, ауылға қайтам, ауылына қара берейм, мотоцикл білен, тоқтайым, балалар әне қарап тұрам, жеттен көзетіп тұрам, кетем, үйрейм. Жай күндерінде шәһәрден қайтқан балалар, ауыл балалары да, барысы да шатырдатып ұрышша сөйлешелер, рәхәтләндіріп. Бұл замана шередірмін, нәрседір, бұл керектірмі, керекмейдірмі, бір не енді бұна бұл. Міне қайтқан балалар, ұнықлары енді сөйлешедір, алар. Тик міне аларға әби бабай қошылып кетемі ұрышша? Кетегіне біздің ауылда шулай мәселен. Бір юлы 20 меше сонадым. Міне Күршет тиредегіне 11-13 бала жиылды. Шуның икісігіне татарша сөйлеше, қалғанлары әби бабайларын русша сөйлешірге ереді. Анекдоттағы кібі келіп шыға байым, балаларыны ауылға татарша сөйлешірге үйренірге деп қайтарып жіберген, әби бабайын русша сөйлешірге еретіп келген. Бізде де нәқ шундай қалын шатасың. Но бар енді татарша әйбәт білген балалар да бар, сөйлешкенлері де бар, шәһәрден қайтқан болсалар да, ауылдағы тұрып та татарша білмеген балалары да бар, аның үйімде яшырып батырына бір түгіл. Өзіңнің ғайлаңда нешік? Міне, мен бала туы білен ең бірінші көңілді татарлық, миллилік, татар болады, татарша өстірем, татарша шулай дедім, бары бір телевизорын қарай, бары бір телефонда отыра, садик, татар садигі болса да, анда бір кімді жүнлеп, анымда татарша яшап отырмай. Чүнки поток балалар татар группасы болса да, қызғанышқа қалды. Но мен иде айттым енді, иде только татарша. Міне идегісі әйе? Идегісі татарша. Ансын өтеп бола? Ансын өтеп бола, әйе. Субханалла. Ижатқа сәнғатқа келгенде жырларын кім сайлы, аның бүйілерін кім қоя, чүнки сен актив харакетте, әр бір клибіңді? Жырларын өзіміз сайлайбыз енді, авторлар жырлар жебәрі, өзім ашағанларын, көңілге атқанларын, ол біттігі, шектіп етейм, тұқта мен жырын жырлап қарайым әлді
жыл иштеледі, бірінші нотасынан тік көңілге кіреді, все, бұл менекі енді деген әйбір, менде уяна сразу. Білмеймін, мен өзім шой сейдем аны. Шамаған ход 10 тапқыртыңла, 100 тапқыртыңла, ну жоқ енді. Ең бірінші рәтті көңілге отырады. Көңілге отырға тиіш, и сөзлерінде мәғіне болырға тиіш. Бітін мақсат жол. Мәғіне болырға тиіш. Шықтым арқылы көпір, яратты, мен сені яратмадым, яратмадым деп. Алды болырға тиіш. Бір сөзіне ес тапқыр құшынтай ясалайым. Исте қалазаты деп. Рифат? Біз енді бүтін қонақларыбыздан да, Мен Татар акциясы қысаларында келген қонақларыбыздан сұрайбыз. Сен өзіңні ғұрланып, Мен Татар деп әйті аласың. Мен ғұрланып та, мақтанып та, рәхәттәніп та, жәйіліп та, мұны күннер бойселеп отыралам, өзімнің татарлығым турында ғұрланып айтам. Мен татар, һәм татар болып қалам да, татар болып яшайым да. Аллаға шүкір дейсің нақала. Ерген yolların оң болсын, çünkü артист кішінің іші әр уақыт yolda. Имен yollar тілеп қалабыз. Амин, рахмет. Татарстанның от қазанған артисті Рифат Зарипов білән сау болашып, біз Дарья Шарованың пластика һәм био студиясына йөрүчеләрне қаршы алабыз. Ол дуэт Double Hey! Азалия Ибатуллина, Анна Сергеева. Қызлар, йылдызлар, рәхим етігіз.